Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым. Бүгін сіздерге омега-3 дәруменінің адам ағзасына қандай пайдасы бар екені жайлы ақпаратпен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдауыңызды білдіріңіз. Омега-3-тің пайдасы. Адам ағзасына омега-3 дәруменін тигізер пайдасы орасан зор. Бұл дәруменді біз балық өнімдерінен ала аламыз. Ғалымдардың зерттеуі бойынша бұл омега-3 дәруменін күнделікті тұтыну жүрек және де бауыр ауруларына, көздің көру қабілеттілігін арттырады, тері және шашқа оң әсерін тигізеді. Сонымен қатар бұл антиоксидант қосындылары ағзадағы артық холестериннің ыдырауына және де ерте қартаюға қарсы көмектеседі. Әсіресе омега-3 дәрумені жүкті әйелдерге тигізер пайдасы зор. Жатырдағы баланың миының қалыпты өсуіне жақсы әсерін тигізеді. Омега-3 дәруменің ағзадағы кальций деңгейін реттейді, әрі қартайғанда пайда болатын ең көп таралған аурулардың бірі остеопороз салдарынан сүйек сыну қаупін азайтады. Омега-3 дәрумені денедегі артық майлардың арылуына да көмектеседі. Сонымен қатар депрессия кезінде омега-3 тұтынсаңыз стресс гормонының ыдырауына және де бақыт гормонының көбеюіне әсерін тигізеді. Омега-3 дәруменіне бай өнімдер. Майлы және де жартылай майлы балық өнімдерінің құрамында омега-3 дәрумені өте көп. Егер де аптасына 2-3 рет балық қосылған тағамды тұтыну жүрек ауруларын төмендетеді. Өсімдіктердің ішінде зығыр және де күнжіт тұқымдарында көптеп кездеседі. Сол себепті көкөніс салаттарына зығыр және де күнжіт майын қосу ұсынылады. Сонымен қатар грек жаңғақ, бұршақ, гүлді қырыққабат, шпинат, брокколи және де қауында омега-3 дәрумені өте көп болып табылады. Бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы немесе қызықты болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған арайлым. Қош сау болыңыздар.